күн, құрметті көрермендер. Бізді қоршаған ортада мыңдаған микроорганизмдер бар. Бүгін біз тағы да Қазақстан-Жапон инновациялық орталығына оралдық. Мақсатымыз көзге көрінбейтін мыңдаған бейтаныс микроорганизмдер әлемімен танысу. Бағдарламамыздың бүгінгі санында инженерлік бейіндегі электронды микроскопия зертханасының ғалымдары, микроорганизмдер әлеміне жол сілтеушілер Нұрлан Мәлсұлы және Мырзан Жұмағұлұлы. Сәлеметсіздер ме? Біздің бұл зертханада микроскоптың екі түрі бар. Біреуі алдарыңызда тұрған сәуле өткізгіш микроскоп болса, келесі микроскопымыз кейінірек көресіздер, ол сканирующий электронды микроскоп. Енді микроскоптардың негізгі қызметі ол үлкейтіп көрсету. Жалпы өздеріңіз білесіздер, микроскоптың екі түрі болады. Жарық өткізгіш микроскоп мысалы мынандай сияқты, одан кейін электронды микроскоп деген бар. Бұлардың айырмашылығы, егер жарық өткізгіш микроскоптың негізгі қызметі сәуленің көзі, егер күн болмаса, жасанды сәуле не болса, сәуле болса, электронды микроскоптарда сәуленің көзі электрондар. Микроскоп ең жоғары колоннаның үстінде пушка деген арнайы электрондарды ататын не болады, құрылғы болады. Сол арқылы электрондардың көмегімен біз кез келген затты, нысанды миллиондаған есе үлкейтіп зерттей аламыз. Екі түрі болады, жаңа гексабарит лантан деген металл бар, одан кейін вольфрам деген бар. Біздің кезекте вольфрам деген В сияқты таяқша тәрізді электронның көзі бар. Сол өз кезегінде соған үлкен ток күші берілген кезде сол электрондарды атады. Мынан колоннаның ішінде өз кезегінде вакуум. Егер тағы да бір айырмашылық, бізде жарық микроскоптарда диафрагма бар, апертура бар, сол арқылы қолмен реттейтін болсақ, бұл жерде бәрі электронды линзалар. Магниттік жаңағы өріс арқылы электрондардың жаңағы несін кеңейтіп, ауқымын кеңейтіп болмаса оны кішірейтіп, сол арқылы мына жерге орналастырылған зерттеліп атқан затты мына неден дисплейден көруге болады. Смола деген болады, оның көптеген түрі болады. Мысалы, эпоксид, арал дейміз, одан кейін какадилат дейміз, болмаса споррезин дейміз. Солар өз кезегінде термофилді, ыстыққа өте қатты төзіп бере алады. Сондықтан сол смоланың ішіне жаңағындай батырылған неміз, зерттейтін затымыз өз кезегінде сол мына электронның ішіндегі ыстығына бәріне төзіп бере алады. Цифрлы камерамен жалғасқан Олимпус Марада деген бірден мыңнан емес мониторға шығарып көрсетеді суретті. Мына өз кезегіңізде жасуша, жануар жасушасы. Міне сіздер қарап отқандай мынау эндоплазмалық тор, мысалы, мынау митохондриялар, мынау Голджи аппараттар. Бұл біздің зерттеген заттарымыз өз кезегінде жануарлармен, өсімдік клеткасымен болса микроорганизмдер клеткалармен жұмыс жасаймыз. Патология бар ма, жоқ па деген сондай қызметтер. Мысалы, микроскоптардың ең негізгі маңызы көп адамдар сұрайды, қанша есе үлкейтіп көрсетеді деп. Соңынан миллион есе үлкейтіп көрсетеді десек таңғалады. Мәселе ода емес. Мәселе ажыратып көрсету қабілеті. Сутегі атомының диаметрі 3 ангстромға жуық. 3 ангстром деген сегер миллиметрді 10 миллионға бөлсек, 10 миллионнан бір бөлігі сол 1 ангстром. Сонда елестетіп көріңіз, миллиметрді 10 миллионға бөлеміз. Сонда 10 миллионның 3 миллион, соңынан бір ажыратып көрсету қабілеті. Бұл деген зерттеп атқан зат соның ішінде қатар орналасқан екі нүктені ажыратып көрсетіп беру. Біздің адамның көзі өз кезегінде мысалы айтайық 10-15 микрон дейге ажыратып көрсетіп қабілеті. Одан кейін төмен затты біз қараған кезде біз оны ажыратып көрсетемейді, бізге тұтас сияқты болып көрінеді. Тұтас. Ал негізінде ажыратып көрсетіп қабілетіміз терең болып бүйтіп қарасақ, олардың бөлек-бөлек заттардан, бөлшек-бөлшек заттардан құралатынын көре алатын едік. Магистрлар болсын, PhD докторанттар болсын, олар негізі бір ғылыми жобаның негізінде, аясында жүргізеді өздерінің ғылыми зерттеу жұмыстарын. Сондықтан керекті реактив реагенттерін алып келіп берсе, бізге қызмет көрсетіп беру, оларға үйрету бәрі осында тегін жүреді. Жарық микроскоптарына жартылай жұқа кесінді болса, электронды микроскоптарға ультра жұқа кесінді. Ультра жұқа кесінді деп аталатын себеп 40 пен 90 нанометрдің арасында болу керек жіңішкелігі. Соның бәрін кесіп алып келіп, біз оның ішкі құрылысын көреміз. Соның ішінде жаңағы онкология дегеніміз, ол патологиясын анықтау үшін
жаңағы өзгерістер, клетканың ішіндегі органоидтардың қаншалықты өзгерістері бар, сол өзгерісті анықтау үшін, ауытқуын анықтау үшін бізге сондай кесіндіні әкеліп көрсетіп берсе, біз қарап беруге қабілеттіміз. Вакцинология орталығы бар, осы Қазақ инновациялық орталығында. Солармен тығыз жұмыстамыз. Солар өз кезегінде мына ковидке қарсы вакцина ойлап табумен айналысады. Соның кезегінде бізге осы Алматыдан бір ковидтің үлгісін алып келген, соны түсіргенбіз. Міне сол сіздердің алдарыңызда ковид вирусы.